Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бұл Фон Тим YouTube арнасы. Қазақстан чемпионаты аяқталды, чемпион анықталды. Қайрат жеңімпаз, құтты болсын жігіттер. Қайрат бірінші орын алды, Астана күміс жүлдегер, Тобыл үшінші орынға тұрақтады. Қорытынды осындай, және тағы бір бізді мазалаған сұрақ. Әлбетте Еврокубокта тағы қандай клуб ел намысын қорғайды, ол Елімай. Төртінші орын алып конференция лигасына шықты, және соңғы команда Тұран бірінші лигаға ұшып кетті. Осындай қорытынды, қысқаша айтсақ. Одан бөлек, Қайрат пен Астана арасындағы ойыннан бөлек Реал Мадрид пен Барса арасындағы ойын болды. Демек, екі классиканы бір күнде тамашаладық. Сол ойындарда және Қазақстан чемпионатындағы соңғы турдағы матчтарды талқылау үшін бүгін жиналып отырмыз. Арнайы Астанадан Алматыға қонаққа келген Ерсін Ерік пен Елдос Ахметов, Дидар екеуміз осындамыз. Алматыда түсіріп отырмыз. Бүгін оның себебі әлбетте матч Алматы қаласында өтті. Қайрат Астана арасындағы ойынды тамашалап, одан кейін бірге Эль Классиканы көріп, міне енді жиналып отырмыз. Ерсін, өткен подкасттарда өзім болмадым. Енді бүгін келіп бір Қайрат Астана арасындағы матчқа қатысты пікіріңді білдірсең. Өткенде болған жоқпын, енді жайлап сиреп жатырмыз ғой. Не істеп жатырмыз дейді? Сиреп жатыр. Ол жасты қуып жүріп па? Білмеймін, Алматыға көшіріп алыпсыздар. Астана азайып жатырмыз. Опасный. Өткенде бүгін жоқ, Олжас жасайды. Астанада Олжас бай болсын. Менің түк қатысым жоқ Олжастың. Мен жалпы негізі Келесіде де отырады. Негізі жоқ. Қалжың деп айтып қояқ, айтпаса мен негізі мына жаққа отыра салайыншы, мен мына жерде жүргізуші. Келесіде айтады, ерсін жоқ, мен түк қатысым жоқ деп, бірақ студия Алматыда. Ерсін, сен мүлдем уайымдама, сен шындықты айтпайсың, отырасың да қазір. Келесіде бола ма? Жабылғанша боласың. Бүгінгі видеодағы сөздеріне қараймыз. Негізі әзірлік қылып айтып жатырмыз, бірақ өте күрделі нәрселер болып жатыр. Бастысы сол жерде бір команда болып шығуымыз керек. Бүгін мысалы Олжас бар, Олжас жоқ, келесі видеода Олжас болады міндетті түрде. Енді Ермұхамед Мәуленнің де келгенін күтеміз. Сөйтіп жалпы бір команда болып, мына жерде Дидар ғана лишний болып бір негізі. Бір команда болып жұмысымызды атқаруымыз керек, сондықтан сіздерден керісінше бізге қолдау керек болып жүр. Мына жерде бізді бір бөлудің қажеті жоқ негізі журналистер. Өзіммен сөйлескен кезде Олжастың енді үйдегі кішкене БТУ-дағы жұмыстар бар деп. БТУ? Иә, енді. Белорусский технический университет деген. Сондай бір жұмыстары бар екен. Сонымен Олжекеңге сәлем айтып жатыр баршаларына. Иә, келесі шығарылым Астанадағы студиядан түсіреміз, себебі Алматыда матч болмайды. Алматыда матч болған кезде осында Астанадан ат терлетіп. Себебі сол ма? Жайлап үйіңе тартып атқанда. Бәсе не Алматыда жүрмін десе. Үндемей жүріп қиын. Қайраттың матчы болғанда осында Алматыда офисте жиналып отырмыз ғой. Енді жігіттер сол сұрақ қойдың ғой, не сұрақ қойдың? Қайрат пен Астана арасындағы матчтан кейінгі эмоцияң қалай? Сен Астана чемпион болады деп айтып едің ғой. Иә, Астана чемпион болады деп ойлағам, өйткені Қайрат енді былтыр болып чемпион. Енді 2 жыл қатарынан қиындау болады, оның үстінде чемпиондар лигасы бар. Өткенде Пафосқа қарсы біраз энергия кетті, күш жұмсады. Астана өткен жылда чемпион болмады, оның үстіне Астанада тек қана бір ғана лига, КПЛ. Сондықтан да сондай ой болған, Астана жеңетін шығар деген. Сен өткендегі подкастта тура мен айтқан сөзімді қайталап бердің ғой. Да? Көрген жоқпын бар. Өзің түспейтін подкасттарды арасында көріп тұрсың. Сондықтан да Астанаға ойлағам чемпион болады деп. Бірақ маған Қайраттың бүгінгі қолдауы, бүгін лига чемпионы көріп отқандай болдым. Шынында өткенде Пафосқа қарсы бұндайды экраннан көре алмаған, бүгін енді күшті ойын болды. Қайрат жарады. Ойынның статусы да бір ерекше эмоция беретіндей болды бүгін. Стадион лық толы, мысалы сол картинкадан да былай енді әр Қазақстан премьер-лигасының әр матчы осындай болса екен деген сондай күнге жеткізсек. Бұрын мысалы Қазақстан премьер-лигасының әр матчы чемпиондар лигасы сияқты болса екен деуші едік. Қазір керісінше чемпиондар лигасы осындай Қазақстан премьер-лигасы сияқты болса. Байқасаңдар, трансляцияның өзінде мысалы ойыншылардың жеке статистикасын шығарып тұрды ғой. Мысалы ең басында Усман Камара қандай скоростьпен жүгіріп жүрді, ең жүйрік футболшы болды деген мысалы 30 соны километр. Тұрақты түрде қолдану керек енді. Чемпионаттың соңғы матчында ғана емес, жалпы әр матчында сондай графика қолданылса екен дейміз, және бүгінгі трансляция сапасы да жоғары деңгейде. Иә, 14 камерадан түсірді ғой. Енді бүкіл Қазақстан премьер-лигасы матчтары келер маусымда сондай болса екен. Мысалы, Қайрат пен Астананы көрдік, сол уақытта мен Елімайдың трансляциясын қосып қосам, ондай деңгейде емес екен. Әрине, осындай деңгейге ұмтылу керек қой. Бұл енді бір
әрине шығыны да көп болады бұндай нәрсенің. Сондықтан оның үстіне мысалы осыған дейін Эл Классикода дау көп болатын матчтан кейін әсіресе биыл енді төреші жаңағы Маркеттиге деген кісі келді, енді сондай бір абыройы кетіп қалған төреші емес Еуропада. Бірақ ақыры шетелдік маман өзінің деңгейін көрсетті, ойынға көп араласқан жоқ, бір күмәнді эпизодтар болған жоқ, менің пікірімше. Сондықтан да мен ойлаймын енді келесі жылы сол бүкіл матчты сондай бір тәжірибе көп өткізу керек деп. Маркетти жүргізіп жоқ, жалпы шетелдік төрешілер Қырғызстан, Өзбекстан емес, еуропалық төрешілер осындай бұл тек соңғы турда емес, әр турдың орталық ойындарында болса деп ойлаймын. Негізі мен былай ойлаймын, осындай тәжірибелі мамандар келіп, өзінің тәжірибесімен бөлісіп кетсе, өзіміздің нелерге. Ол қалай, семинар арқылы ма? Иә, семинар арқылы, кез келген жұмыста да повышение квалификации деген болады. Біздікін шетелге Дидар, ол кезде ол повышение квалификациядан и так өтіп жүр біздікілер. Бұл жерде жан-жақтан қысымнан кейін ол болатын нәрсе ғой. Оны түсініп отырмын. Ол жерде сол маркеттидің білетін негізі ерсін түбін шешудің орнына қайттан сол сыртын ғана торттың төбесіндегі мына шиені ғана жөндеп отырмыз да, біз неге қысым болмайтындай қылмаймыз мысалы? Кімге? Қазақстанның төрешілеріне. Сонда қысым бар екен деп шетелден шақыру. Сен оны қалай қыласың? Қыла алмайсың оны. Соны түбінен бәрін жою керек. Кім жояды? Біз. Сен екеуміз. Жоқ, ол мүмкін емес ол. Сен өзіне сенбейсің. Жоқ, сен сенсең де жоя алмайсың. Саған бізге дейін де сенген адамдар талай болды. Ермұхамед ағамыз бастады ғой шындықты айтып мысалы. Сөйтіп біз де қосылып айта берсек. Ермұхамед аға бастады ғой, биыл ғана журналист болып отқан жоқ қой, ол кісі талай жыл алысып келе жатыр. Енді бізде бастап келе жатқан журналистеріміз ғой, 40-қа келгенде жоқ, болады нәрсені айтып беру керек. 40-қа келгенше күтіп жүреді осында ойынды. Ол болмайтын нәрсе ол. 10 жыл, 15 жыл керек шығар, ол қазір бүгін ертең бір шешіліп кететін нәрсе емес. Мен былай ойлаймын, мысалы кеше кез келген мәселені мысалы ол шешіліп кеткенді болмайды, битпейді деп әрекет істемесек, ол ешқашан өзгермейді ғой. Хотя бы әрекеттену керек. Жоқ, әрекетін істеп жатырық қой, мен бірақ сразу нәтижесін айта салайын. Мысалы кеше біздің қасымызда Елдос аға отыр ғой, негізі қош келдіңіз. Рахмет. Қайтадан дауылып жоқ, Елеке, мысалы сіз Алмат Бекбаевтың көрдіңіз ба подкастын? Алмат Бекбаев біздің кезімізде сондай бар еді деді, қарсылас команданың 4 ойыншы ауырып қалып ойнамайтын. Сол кезде бардың, қазір біткен шығар дейді. Ол төрешіге қатысы жоқ қой енді. Жоқ, төрешіге қысым көрсететін адамдарды айтып отырмын мен. Солар әлі бар шығар дейді. Ойыншыларға да қысым көрсететін. Дидар, шетелден төреші келгенін осы маусымда құптағандардың бірі едік біз, негізі өзіміз осы фон тимде бастаған жоқпыз ба, шетелден төреші келсе дұрыс болар еді деген. Ол жақсы шешім, бірақ ол андай временный шешім. Уақытша шешім, себебі бұның үлкен бір минусы бар шетелден келген төреші. Ол мысалы стөліңнің ножкасы сынып қалса, оны скотчтап қойғандай да. Бір үлкен минусы бар. Ол минус сендер ойладыңдар ма, ойламадыңдар ма білмеймін. Әсем Ахмет әріптесіміз Тредсте жазды да, мен соны ойлап, деген ойға келдім. Егер мысалы бүгін италиялық төреші жұмыс істеді ғой, қатты қателесті, мысалы өтірік пенальти берді, немесе қызыл қағаз қате берді, ол кетеді, бұл ешкім оған жауапты болмайды. Түсіндіңдер ма? Жауапкершілік шетелден келген төрешіде. Қазақстандық қателессе ол не деп жауап береді? Келесі матчта бұл қателеспеу үшін барын салу керек, идеал өмірде. Қалай 3-4 төреші осы биыл да шеттетіліп кетті ғой? Иә. Италиядан келген төреші шеттете алмайсың, мысалы санкция қолдана алмайсың. Жоқ, санкция қолданбай ақ қой, ол жоқ, санкция қолдана аласың, неге? Оған контрактпен жазып, қазір бәрі ақшаның заманы ғой. Контрактпен жазып қоясың, қателік болса, мысалы мынандай, онда сен мысалы 10 000 евро алмайсың, 5 000 евро аласың дегендей. Сондықтан олар мотивированный болады өзінің. Жайлап сізді шеттетсалар көрмейді. Сабыр сақтаңыз енді. Біз астаналық. Жоқ, қазір ойынға келгенде төрге отырысып қойдық. Жүліктігімнен сөз алып отырмын, сіз енді сабырлысыз. Отыра берейін, енді мен сіздер сөйлесіп дауласыңдар, ойынға келгенде жүргізуші бала сөз берсеңізші, легенда отыр ғой. Жоқ. Иә, қазақ футболының аңызы Қазақстан. Қазір енді сізді қалай таныстырған дұрыс сұрақ? Жастар құрамасының ассистентімін ғой енді. Аға бапкері? Аға бапкері. Тосын. Жастар біз не болса да Елеке жастардан басталады ғой. Сондықтан да өз білгеніңізді, көргеніңізді. Енді ол үлкен жауапкершілік. Қазіргі таңда жастарымыз да жаман емес, әрқайсысының болашағы мол, бірақ оған дұрыс
тәжірибе жинау керек. Иә, міне осы жерде айта кетейік, өткенде Андоррамен ойында біз оңбай ұтылып қалдық. Содан кейін міне осындай қадамға барған екен. Ендеше елге сол нәрсені енді болғызбайды деген ойдамыз. Келсем, оның үстінен жұмыс істейміз. Мен де бір келгеннің бір себебі дәл сол деп ойлаймын. Андорра ма, Люксембург па? Андоррадан жеңілді. Сосын Өзбекстан. Андрей Ферапонтов екеуіңіз де Қазақстан жастар құрамасына жауаптысыздар. Сол сияқты ол кісілермен де жұмыс істеген өзіме де бір жақсы бір вызов деп ойлаймын. Үйренетін адам бар. Өйткені ол кісіні білесіздер, Ақ-жетпес командасында да жұмыс істеп жақсы дәреже көрсеткен жылдың ортасына дейін. Сол себепті ол кісімен жұмыс істеуге дайынбыз. Иә. Сәттілік, енді жаңа біз төрешін айтып жатырмыз ғой, Елеке. Мысалы, шетелден төреш келді. Бұл негізі бар тәжірибе ғой. Басқа чемпионаттарда да болатын, өткен жақында Түркиядан да көрдім. Сіз көбірек Ел Классикода ойнадыңыз ғой енді. Бір аттеген-ай дейтіндер болады ғой, болды ғой. Әлбетте, Ел Классико болған кезде всегда әрдайым бір өзінің бір эйфорияда жүретін кезі болады. Өйткені дайындалуда процесі де басқаша. Өйткені барлық ойыншылар да, тренерлар да бір жауапкершілікке бір басқаша қарайды. Өйткені бұл ойында Қазақстанның бетке ұстар командасы қайсы екен, сен бе, ол ма екен, кәр тренердің да бір давлениесі чувствует. Мен өзім басыммен өткен, Қайраттың да сапында жүргенде, Астананың да сапында жүрген кезде бұл ойынға дайындалу өзгеше. Енді төрешілерге келетін болсақ, әлбетте төрешілердің келген пайдасы біздің төрешілердің үйренетін де нәрсесі бар шығар. Және де ол кісілердің бізден де үйренетін нәрсесі бар шығар. Өйткені бұл жоғары деңгейдегі ойында төрешінің қатыспай өтуіне де себепкер ол футболшылар. Және де өткен ойында Португал судьялар келген кезде бірінші минутта Амановичқа жолды карточканы берген естеріңізде бар ма, жоқ па? Ол кезде төреші мен бұяқта басшымын деді. Содан кейін барып ойын басқаша бола бастады. Осы жерде мен ойымды түйіндеп кеткім келіп тұр. Осы матчқа шетелден төреші келген өте дұрыс болды. Себебі мынандай чемпиондыққа талас матчта Ел Классикасында шетелден бейтарап төреші келгені мені қуантты. Бірақ Ерсіннің айтып жатқанына келісе алмай отырмын. Алда осы практиканы қолданып, жиі шетелден төреші келу керектенге келісе алмай отырмын. Себебі көбірек керісінше өзіміздің төрешілерді керісінше біз сол олардың жұмысын реттеп алуымыз керек. Ал өте критикалық сәттерде осындай шетелден төмендеткенде енді оны халық бағасын береді ғой. Мысалы, әр турда бір центральный матч болады да, сода бір дау болады. Сосын халық оны көзбен көреді да, соны айтады, оны әр тур сайын айтып жүр. Сен оны ол әр тур сайын айтылады, бірақ баяғы жартас сол жартас күйінде қалғаннан кейін осындай қадамға барып отыр да біздің федерация. Ол енді төрешілердің өзіне, егер осыдан кейін біз абыройы төмендеп жатса, өздерін жайсыз сезініп жатса, онда дальнейшем осы маркетинг сияқты басқа төреші бізге келіп жатыр ғой, солар сияқты төрелік. Жоқ, ол мәселені шешпейді ғой, Ерсін. Мысалы, мен мәселе көріп тұрған жоқ бұл жерде, мен мәселе айтып тұрған жоқпын ешқандай. Қалай мәселе? Мұнда ғой қазақстандық төрешілер қысым көреді, сондықтан мынандай ойындарда төрелік етіп қате жасаса күмәнді болып қалады да ол бәріне. Иә. Сол ғой мәселе болып тұрған. Сондықтан шетелден алып келу керек деп отырсың. Центральный матчтарда. Бірақ оны қайта шақыра бермейсің. Енді маусымда әр тур сайын, мысалы қазір матч туры деген бар. Мысалы орталық ойын болады әр тур сайын. Сол әр турға сен шетелдік төреші шақыра бермейсің ғой. Өзіміздің де төрешілерді сол деңгейге көтеру керек. Енді қара сен 16 матч. 16 команда бір турда 8 матч. Енді бірінші турдан бастап шақырмасаң, екінші жартысы бар ғой. Содан бастап шақырып, мынаны көргеннен кейін ол да тәжірибе алмасы ғой. Бүгін Байымбетов көмекшісі болды ма? Сөйлеседі, пікір алмасады, көреді, мынандай эпизодта не белгіленген. Солай тәжірибе. Жігіттер негізі бір тақырыпта көп тоқтап қалдық. Тоқ етері. Мынау дауласу керек деп дауласа береді. Жоқ, мен сол мәселеге шешу. Келесі подкастқа Ерсін. Алып таставатсың ғой, осыдан баста көреді. Дидар отыру үшін істеп жатыр. Сөйлемеймін бұл. Ойнап айтамын, бұны сөйлемеймін бұл. Хейтер жоқ. Сондықтан мен ғой. Мен халық жақсы көреді, өйткені мен тек нақты нәрсе айтамын да, по факту құрыз не істей бермеймін. Жақсы, жігіттер, негізі Қайрат Астана деген матч өтті, және төреші скандал болған жоқ бұл матч. Болған жоқ. Сондықтан бір тоқтаудың керек емес, бұл кейінде айтылатын тақырып деп ойлап отырмын. Матчтан бастайық, өзіңіз Елеке футбол эксперт ретінде құрамға бір тоқталып өтсеңіз. Бұл құрамда негізі мен енді
инсайд дей ма қалай дейтін нәрсе, мен Мартинович осы ойынға шығардың алдында үлкен бір кішігірім емес, үлкен бір жарақаты болған, шығуында шықпауында бір травма дейміз ғой, сонда бір мәселе болған. Енді бұл ойыншының да Қайраттың бір бетке ұстар ойыншысы ғой. Иә, көшбасшысы, капитаны. Сол себепті бұл ойыншының ойнамағаны Қайраттың әлсіреуі деп бұл ойынға бұл жігерлік танытты деп ойлаймын. Науколық ойнады деген сияқты. Иә, сондай бір ақпарат бар. Ол өзі де ойынның барысында 2-3 мәрте аяғында созып жатты, ауырған жері де болады, сол сияқты сондай жаңалықтар болды. Бірақ өзім керемет жігерлігін көрсетіп, болашақ ойыншыларға бір үйренетін, қалай еді, бір мотивация беретін нәрсе үлгі. Енді ойынға оралсақ, екі команда да өзінің кезекті ойыны, бірақ стильдерін өзгертті деп ойлаймын. Өйткені Астананы алып қарасаңыздар, осыдан 4 күн бұрын Пафостың ойынын көріп, Пафостың қалай өзінің зонасында тұрып 3 мәрте Қайраттың қақпасына 3 гол соғуға мүмкіндік жасады. Тура сол ойынды ойнап, 15 минутқа дейін Қайратты допты беріп тұрып, контршабуылға шығуға өте қатты тырысты. Бірінші рет шықты, өкінішке орай болмады. Екіншісі бірақ голға айналды. Томасовтың жеке шеберлігінің арқасында допты тоқтатып, өзінің сол аяғын алып соққан мүмкіндігі өте жақсы себеп болды. Енді ойын барысында болған нәрселерде маған қатты көзіме түскен нәрселер Аратты кімге Қасаболатқа ауыстырғаны. Араттың да бір тізесі жарақат болды ғой. Жарақаты болғаннан кейін, ойынға дұрыс кірмегеннен кейін Қасаболаттың ойынға жақсы шыққаны да себепкер болды. Бірінші таймнан кейін ауыстырған шабуылшылардың да стилі, неге Сатпаев пен Жоржиньоның екеуінің стилі бір болғаннан кейін, екі нападающий да үлкен емес кішкентай болғаннан кейін, Қайратқа соның бірде-бір көмегі тимеді. Өйткені екі қорғаушының бойы ұзын болғаннан кейін көтеруінде оның мәні жоқ. Сол Эдмилсонды шығарып отыр ғой енді. Оны Пафосқа қарсы ойында да түсінуге болар еді ғой. Соны мен бірақ Пафостың ойында Эдмилсон болған жоқ. Соны ойлап отырмын да, сол Пафостың бір емі сол Эдмилсон екен ғой деп. Эдмилсон сол ойында бір 46 минутта осылай тапалып. Мына жерде де мысалы Эдмилсон шығарып бірақ жеңе алмады ғой, мысалы. Жоқ, жеңе алмады деген кезде Астана 11 футболшы ойнады. Ең бастысы, ең қызығы екінші этаждағы борьба дейді ғой. Соның бәрін Эдмилсон отты. Қайратқа сондай бір нападающий керек болды. Баспен бәрін ұта алатын, оның астынан шыға алатын ойыншылар бар. Өйткені екінші этажда олар ұтыла бергеннен кейін алдыда цепляция ететін ойыншы болмады ғой. Сол сияқты Эдмилсонның шыққаны Сатпаевтың гол соққаны себепкер болып тұр. Өйткені ол екінші этажда таласқаннан кейін барып, сояқтан барып, отскоктағы өзі таласып, соны ұрып, оның кеткен добы Дастанның аяғына келіп, гол соққанның бірде-бір септігі сол болып тұр. Дастан Сатпаевқа ырзамыз. Маусымды өте жақсы өткізді және нүктесінде қойып берді. Чемпиондық голды Дастан Сатпаев соқты. Бірақ оған дейін Астана есеп ашқан 15-ші минутта Марин Томасов жеке шеберлігін көрсетті. Негізі сол Томасовтың голына дейін және бірінші таймның аяғына дейін де, голға дейін де, голдан кейін де Қайрат басымдыққа ие болған, тізгінді өзі ұстады, шабуылдады, бірақ Марин Томасов алдыда гол соғып кетті мысалы. Келсем, бұяқта мен тағы да бір айтатын нәрсе, астаналықтардың да бір қызық нәрсесі, ол Мартиновичтің бірінші пасы күшті болғаннан кейін Әлеке. Ол Мартиновичті допты алған кезде оған прессинг жасап, басқа бір Сорокиннің допты бастағаны оларға ыңғайлы болды. Өйткені Сорокиннің бірінші пасы сәл Мартиновичке қарағанда әлсіздеу. Бұл жерде енді Қайраттың тактикасын айтуымыз керек. Қайратта сол Сорокин мен Мартинович олар артқы жартылай қорғаушы сияқты шабуылды бастайтын футболшылар. Солардың кез келген командада билдап қой, сол енді біз айтып жатырмыз. Кез келген командада онда, Астанада онда емес қой мысалы. Көп еуропалық клубтарда қазіргі жаңа тенденцияға осы соңғы қорғаушылар қазір шабуылды бастап беріп, шабуылға араласатын ойыншыларға айналды. Әлбетте, олардан үлкен нәрсе требовать етеді дейді ғой. Өйткені өзіңде тренер болғаннан кейін, біздің де Алиптің үлкен бір плюсы Зенитта ойнап жүрген, ол бірінші пасы өте керемет. Сол сияқты ерсін мен сізге айтатыным, сіз өте күшті нәрселер айтасыз ғой. Сен Астанадағы Амановичті айтқым келіп тұр ғой, Дидар, осы жерде келіспей. Ол жақтан дұрыс, ол жерде Аманович бастап береді. Бірақ қалай айтса,
ойынға кіре алмады. Соны айтқым келіп тұрған ғой. Енді Қайраттың жалпы шабуылдайтын футбол көрсететінін біз білеміз. Астана бірінші таймда дегеніне жетіп гол соғып алып алға шығып кетті ғой. Бірақ Астанадан осындай ойын күттің бе Ерсін сен? Жалпы бұдан бір дерзкилау болады деп ойлаған шығарсың. Иә, өйткені бүгін Чинеду сосын Лукман ойнаған жоқ. Сол кішкене Лукман? Лукман деп Усман Камара. Адемол Лукман еске түсіп отыр ма? Әлде Лукман жолдас еске түсіп? Жоқ, Адемол Лукман ғой. Сол жаңағы Усман Камара ауыстырып тастады сол жігітті. Сол өткенде мысалы Астананың соңғы ойынында кім ойнады Астана? Ақтөбе ойнады ғой. Сол тура солай ойнаған кезде басқаша болар ма еді? Жалпы мынау шабуылда Чинеду соңына дейін көрдім мен. Рамазанды негізі сол Чинедумен ауыстырама деген, бірақ екі шабуылшы ойнағысы келді Бабаян. Вот сол екі жігіт ойнай алмағаннан кейін Астана басқа қалай гол соғады енді? Тек томасып жүрді ғой шапты. Мына жерде енді нақты айтайын, Рамазан Кәрімов чемпиондық командада ойнамау керек қой, менің ойымша. Деңгейі жетпейді оған. Неге? Білмеймін, менің ойымша ол Астананың деңгейі емес. Енді былтыр Челсиді ұтып берген. Мысалы Бранд ұтып берген. Шушуначевті қойып қойшы қазір мына командаға, Астана міндетті түрде жеңіске жетеді. Қойшы, сен салыстыратын адам таптың ғой. 3 матчта 2 голдан соққан адам бітті ғой. Басқа не істеді? Жалпы деймін, жалпы футболий деңгейі. Жоқ, сен салыстырмайсың. Сол жаға бір. Ошол артық кетіп қалдым дедер. Енді мүлдем ештеңе көрсете алмадым. Мысалы Рамазанда бір момент болды, қапталдан навес кеткен кезде баспен соққан. Енді сен Эл Классикоға бірден кіріп кету қиын шығар. Қосалық құрамынан кірдің. Оның үстіне сен екі шабуылшымен ойнап кетті. Чинедумен, оның үстіне Чинеду алда қалды да, Кәрімов ортадан жүгіріп отырды. Паднапада еще ойнап кетті. Содан кейін ол ашыла алмады. Негізі ол Чинеду орнына кәдімгі 9-лықтағы шабуылшы болса, Рамазанда бой бар, салмақ бар, корпус бар. Бір 10 шақты қазақ шабуылшыларды былай тізіп берем Кәрімовтың мықтырақ. Кім? Шушиначевтан басқа. Жоқ қой 10 шақты шабуылшы, 4-ақ шабуылшы бар ғой бізде. Кім? Айбар Жақсылық, Шушиначев, Кәрімов, сосын 4-шісі кім анау? Хижинченко алда ойнайтын бітті ғой. Айтсен еді қалған алтауын жоқ қой ондай. Жоқ, ол үйге барып жазу керек оны. Былай бірден еске мысалы осы маусымда бірінші лигада керемет көрсеткен өзін Каспийдегі шабуылшы атын ұмытып тұрмын. Мирас Тұрлыбек. Ал? Мирас Тұрлыбек бір ма? Сонда Мирас Тұрлыбек Кәрімовтен мықты ма? Меніңше, иә. Сосын тағы кім бар ал? Бесеу болды. Бесеу болды ма? О, дей саласың сен де. Жоқ бізде шабуылшы. Абылайхан Жұмабек. Абылайхан жарайды. Формада емес қазір. Қазір формада емес, бірақ жалпы деймін да, жалпы. Кім бар тағы? Жоқ. Ерек айтсаңызшы, бар ма ондай шабуылшы? Жоқ, өзің қиынал дейсің. Таба алмайсың онда, сен бірінші лигаға кетіп қалып тұрсың уже. Фататит анау Ақтөбедегі. Оралхан бар өміртай, Шушиначев бар. Енді біз номиналды нападайшыларды алып отырық қой. Бізде номиналды орталық нападайшылар. Енді олардың саны санаулы, сапасын енді біздің... Анау Алтайда мысалы қазір орталық шабуылшы тоже Тараздікі Әділет Омарбек па? Өзің білмедің ғой, танысбасың. По-моему, Әділет Омарбек. Әділет. Өте керемет ойнады осы маусымда. Жоқ. Сөйтіп, просто іздену керек та, мысалы, ол просто Рамазанды Бабаян отырсып қояды. Жоқ, Дидар, сен футболшы болсаң, және ортада шабуылшы болсаң, мысалы, кәсіпқой, сен Астанада осылай Рамазан сияқты екінші шабуылшы болып жүргің келе ме, әлде Атырауда нөмір 1-ші болғың келе ме? Атырауда нөмір 1-ші. Соны біздің футболшылар жалақыға байланысты да. Жоқ, сен қызықсың, Әлімжан, сонда екінші құрам деген футболда түсінікті. Қалай алып тастайсың сен? Любой командада екінші құрам бар ғой. Иә, не болды? Жоқ, мен ол сонда сен Рамазан Кәрімов неге отырмайды екінші құрамда? Енді ол жағынан айтып. Аханонудың өзін алып тастады ғой. Аханону да бәсекелес табалды. Жоқ, еш нәрсе деп жатқан жоқ. Мен Дидардың өзі қандай позиция, қандай рөлде болғың келеді? Сен топ клубта екінші нөмірлі шабуылшы болғың келе ме, әлде ортанқол клубта нөмір 1-ші болғың келе ме? Рамазан Кәрімов топ клубта екінші шабуылшы болғысы келмейді. Ол бірінші шабуылшысы келеді. Иә, бірақ сондай мақсатпен жүреді олар. Аханонуды алып тастады ғой. Бәсеке болу керек, бәсеке. Еркебұлан Тұңғышбаев. Ол нападайшы емес, ол вингер ғой. Жарайды. Жоқ, мысалы рас қой, Аханону неге қалып Рамазан Кәрімовті жібермеді мысалы? Ол жерде жарайды, Аханону ешқайда бармай қалды сосын, ол жалға береміз деді, сонымен ойнамады, ол Қызылжарға кетті ғой. Менің ойым мынада ғой, енді орталық шабуылшы моменттерді, кез келген моментті решать ету керек та.
бұл ойында сондай шабуылшы жетіспей қалды. Мысалы Чинеден ойыны болмады, бірақ орнына шығып немесе қасына шығып бір момент шешіп кететін. Енді қараңыздар, мен Астананың бірде бір бүйтіп ойнай алмаған себебі өзінің ойын ойнамаған. Ол сәл тоқтық деп ойлаймын. Не үшін десеңіздер, Астананың мынау қазір таңда ойнап жүрген ойыншылары сәл тойын құрап қалған сияқты. Қандай той? Жоқ, қалай тойын құрайсың, не істесең 3 жыл болып чемпион боласың. Жоқ, чемпион деген кезде сәл андай грипшейсяк, аштау ойыншылар керек деп отқан сияқты мен. Сонда соңғы секундта Марин Томасов қақпан маңдайшасына емес, қақпан ішіне Мына жерде басқаша енгізіп жіберген кезде біз соны айтатын едік, тойын құрап қалыпты Астана. Айтатын едім мен. Мен айтатын едім. Жоқ, мына жерде Сіз айтатын едіңіз? Аш Астана былай ойнамайды деп айтқысы келіп тұр ғой енді. Енді аш қарын мен тоқ қарын ойнамайды деген сияқты. сосын моменттер негізі болды Астанада. Мысалы Анарбековтың керемет сейвтарын Анарбеков минимум бұл матчта. Сосын ана Томасов маңдайшаға тиген кезде Анарбековтың келіп жұбатып жатқаны ше. Ол енді қате сияқты менің ойымша. Жоқ, ол эмоция ғой енді. Трешток емес па ол? Жоқ, ол өзі типа не істерін білмей қалған сияқты мына жерде. Ол түсінбей қалып, ол жерде ол мазақтап тұрған жоқ қой. Жоқ, ол эмоция. Керісінше рахмет айтқан сияқты, красавчик. Иә, сол мазақтап, бірақ мен болсам Мен мазақ қылып көрген жоқпын. Жоқ, мазақ емес, ол енді бір жоқ бола ма? Мысалы енді принципиалды ана жерде не ғой, андай типа соғыс болып жатыр ғой, енді Араухо мен Винисиус бір-бірін соққан кезде сіздер бір-бірімен ұрысып жатқаннан кейін сосын ойыннан кейін шақтасып кетіп бара жатқанын көріп жатасыздар ғой. Сол сияқты сондай бұл эпизод. Бұл енді ойын болғаннан кейін енді ананы да қолдап жатыр. Алғашқы көмек көрсетіп жатыр ғой Анарбеков, молодец. Сосын Йосип Чондрич чемпиондық голға пас берген футболшы болайын деп қалды. Айтпаңыз, ассист дейсіз ғой. Ассист берейін деп қалды. Агуэро болатын еді мына жерде, бірақ бұйырмады. Мен бұйырмаған нәрсе футбол ғой енді. Анарбеков сол бұйырмағанға себепкер болған футбол. Анарбеков бұл ойында 2-3 өзінің сейфін жасады. Маманович баспен ұрған кездегі керемет угловойда шығарған басы керемет. Бұрыштамадан есіңізде ма? Ол жерде позиция ғой, біріншіден позицияны керемет сақтап тұрды да, сосын кәдімгідей бұрыштан секіріп алып шығарып алды ғой. Жоқ, сен Дидар айтасың, бізде шабуылшы көп деп. Мысалы бізде жоқ, Астана чемпиондыққа таласса, шабуыл жеріне Астана чемпиондыққа таласып жатыр ғой. Астанада қаражат бар, иә, Астанаға бәрі барғысы келеді. Бірақ Марин Томаспен асып түсетін адам болмай тұр ғой қазір. Қазір болмай тұр. Мен сол қараса енді 37 жаста мынандай ойнап жүр. Неге бір Марин Томасқа бірде-бір претензия жоқ. Түсіндірмін ғой. Бірақ бір футболшы жоқ та бізде қазір, дәл қазір Томас отырғызып тастайтын. 37 жаста ол отыру керек қой негізі. Иә? 37 жаста ол отыру керек. Бірақ оның жүргенін қара, істеп жатқанын қараңыз. Енді осыдан кейін, білмеймін, енді осындай легионерлер келсе, онда міндетті түрде кез келген команданың күшейтеді. Мен Мартиновичті тура айтқым келеді. 38 жастағы Мартинович. Негізі өзін жоғары деңгейде әлі де көрсетіп келе жатыр. Ресейде ойнап өзінің шеберлігін әлі де дәлелдеп жатыр. Енді мынау көтерген тарелкасы енді действительно жақсы болып тұр ғой. Дүбәрә тілмен сөйлеп жатқаныма ренжімеңіздер. Дүбәрә тіл деген қазір Ербаш қойып кеткен не ма? Термин ба? Дүбәрә тіл деген бар, понимаешь дей ма? Мен айтып жатырмын ғой дүбәрә тіл десеңіз. Құтты болсын Қайраттың чемпиондығы. Мен анандай тақырып көтергім келіп отыр. Негізі Қайрат тарихында бірінші чемпиондығын не істеді ғой, қайтадан сақтап қалды ғой. Екі дүркін қатарынан. Бірінші Қайрат тарихында болған нәрсе, осы тәуелсіз тарихта. Осы Қайраттың чемпиондығы өткен маусымдағы чемпиондықтан қарағанда әлде қайда мынандай бір әділ, тұрақты деп ойламайсыңдар ма? Мен соған келсем, биылғы чемпиондық қандай бір даусыз сияқты. Мысалы Астананың жанкүйерлері, фанаттары қанша жерден ауыр болса да мойындап жатқан секілді. Болды, жеке кездесті себебі соңғы турда және бір скандал болған жоқ, ойнап берді. Қайрат тең есеп сақтап қалды, чемпион болып кетті. Былтыр мынау ойында мысалы Астанада да мүмкіндіктері болды да, бірақ жолы болмады деп те айтсақ болады ғой мысалы. Жоқ, Анарбековтың ойынын біз. Бірақ оның бәрі ана бір ойынның логикасынан шығатын нәрседе, мысалы Қайратта оларға тең есеп жеткілікті болды ғой, бірақ олар қорқақ танып, жатып алып, бір автобус қойып сөйтіп жатқан жоқ. Матчтың соңында қосымша уақыт өтіп жатқан кезде қарсыластың айбалаңның қасында прессинговать етіп жүрді ғой Қайрат. Және Астана былтыр чемпиондыққа таласып Қайратқа жол беріп қойған кезде тобылмен тең нәтиже көп нәрсе шешіп кетті ғой. Ол кезде анау Еврокубокта қосымша жүк болып тұрды.
биыл керісінше Еурокубоктың ауыр жүгін Қайрат көтерді. Бірақ чемпионатта міне Астанамен тең ойнап. Енді Астана көп жерде өзінің де қателігі деп білу керек, себебі менің білетін ақпаратым бойынша мысалы премия берілмеген футболшыларға осы маусым ақша жағынан қиындықтар біраз бар. Одан бөлек мынау түсініксіз ал Қайрат болса матч біткен соң анау 200 миллион деген чекпен шығып дейді. Оны біз фон тимде айтпаймыз ғой. Сондай болсын. Жоқ, кім беріп жатқанын айтып жатқан жоқпын ғой, бәйтір берді деп отырмын ғой. Иә. Сосын андай Ерсін, сен ойламайсың ба осы ойындағы және жалпы осы маусымдағы бұл бапкерлік жеңіс деп, мысалы Уразбахтин қайтадан дәлелдеп отыр қазіргі таңда қазақстандық бапкерлердің Ерсіннен бұрын сөзімді бөле жіберейінші осы жерде, себебі осыған қатысты менде ой бар да. Түсініксіз сол. Оразбахтин енді қара чемпиондар лигасына шығып беріп отыр. Екінші жыл қатарынан Қайратты чемпион қылып беріп отыр ғой. Былтыр 100% Оразбахтиннің еңбегі емес, бірақ биыл 100% Оразбахтин еңбегі және жас футболшыларды қосып қатарға чемпион атанып отыр да. Былай гений ғой енді, былай ойлайтын болсақ деп. Бірақ мынау тайм менеджмент дейді ма, ойындағы гейм менеджменті түсініксіздеу. Анау мысалы 90-шы қарағанда көп әлдеқайда көп информация біледі ғой. Мысалы біз ойлаймыз да, не үшін Рикардиньо былай шықты деп, ал мүмкін біледі. Мына мынандай состояние. Рафаэль Радикул өзі де Бексұлтанға жауап бергенде айтты ғой, сендерге қарағанда мен футболшының жағдайын жақсырақ түсінемін ғой деп. Сондықтан бір вау, бұл қазақтың Гвардиоласы деп айтайын десем, бір әлі ертелеу сияқты. Қазақтың Зиданы болып тұр ғой. Зиданы ешкімі былай мойындамайды да, бірақ Зидан сияқты трофей болып келе жатыр. Ерсін кешір. Келсем бізде. Келсем. Шын жаңағыдай келісетін әріптес шақырдық. Гвардиоласы деп айта алмайсың ғой. Бірақ енді білмеймін, андай осылай бір жалғасып кете береді деген сену қиын. Өйткені Бабаян мен оның жұмысын былай көрсек, енді Бабаян біраз жыл болды бапкер болып жүргенде, бірақ бүгін енді падел ұтылып қалды. Келесі жылы мен Уразбахтин тура осылай ойнайды дегенге де сену қиын. Бұл осындай бір кезең ғой, жаңағы Зиданның кезеңі. Астанаға бапкер ауыстыру керек па? Сол ғой мен сұрадым. Иә. Сен келісесің бе? Конечно, келісемін. Астанаға? Иә. Әрине келісемін. Қайратқа бапкер ауыстыру керек деген ойдан айныдыңдар ма? Қашан ондай ой болды? Осы маусым алдында мен сөйтіп ойладым, чемпиондар лигасына шығу үшін және қайтадан чемпион болу үшін Рафаэль Уразбахтиннің тәжірибесі жеткіліксіз болады деп. Жеткіліксіз болып жатыр ма? Жоқ. Бәріне қол жеткізіп отыр ғой, үздік маусымда. Жоқ, әлі ерте. Мысалы, былай болды, бір бапкер команданы белгілі бір кезеңге алып шығады, әрі қарай шамасы жетпейді. Жоқ, Зидан деген нақты айтып тұр негізі. Жоқ, Зиданды қой бер, онымен салыстыру қиындау шығар. Жоқ, қазақтың Зиданы ғой енді. Мысалы, Уразбахтинге үлкен рахмет, команданы алып шықты. Бөлек деңгейге шығарды ғой. Иә, бөлек деңгейге шығарды. Синоним сөз ғой, неме айтып отырсың? Мысалы, рахмет оған. Мен де қазақша білемін деп отырмын. Енді бізді Қайратты осы деңгейге шығарды, енді әрі қарай ол кісі не істей алады? Алып кете ала ма? Өзі шығарған деңгейде өз биігінде қала ала ма? Иә. Енді Қайрат осыны дәлелдеп отыр деп ойламайсың ба? Бірінші маусым, ладно, случайность болып қалды, еще маусым ортасына сен тыңдасай, дауласа бермей тыңдашы. Жоқ, сұрақ бұл, сұрақ. Жоқ, мен сұрақ қойшы, өз сұрағыма жауап беріп алайын. Уразбахтин топтық кезеңге алып шығарды чемпиондар лигасына. Үлкен рахмет. Оған деңгейі көрсетті. Енді топтық кезеңде ойнап жатыр. Топтық кезеңде ертең қандай нәтиже көрсетеді? Біз ойбай бірінші шықсақ болды, бәрін ұтыла берейік деген мақсат болмайды ғой бізде. Ұпай алайық шама келгенше. Бір ұпай алдық, енді ертең Олимпиакос Брюггемен қалай ойнаймыз. Сосын келесі жылы баға береміз чемпиондар лигасында. Енді келесі жылы бапкер ауыстыра ма ауыстырмай ма білмеймін, бірақ келесі жылы тағы чемпиондар лигасын алып шығып жатып, тағы да топтық кезеңде бір ұпай алмай жатсақ, онда Қайрат келесі деңгейге өту керек. Қайрат топтық кезеңге шығаратын және топтық кезеңде нәтиже әкелетін бапкер іздеу керек. Біз жыл сайын топтық кезеңге шықсақ болды деп шектеле бермейміз ғой. Бірақ алдағы шақырып келсең ондай деңгей болмайды қазір бірден. Өйткені ол үшін сен жаңа бапкер емес, жаңа ойыншылар, жаңа емес, тағы да қосымша ойыншылар. Сен мысалы ойлайсың ба, қазір Қайрат командасына бір Ла Лигадан, АПЛ-дан игрок алсын деші, алсын. Онымен Оразбахтин ол игроктарды ойната ала ма? Әрине. Қалай әрине ол сен? Қарасай ол мысалы Эдмилсон секілді ойыншыларды ойната алса, сен оған... Мен Эдмилсонды мен АПЛ Ла Лига айтып жатырмын. Жоқ, сен хотя бы Эндрикті алып берші, Уразбахтинге ойнатып береді. Прикинь, связка мысалы, Сатпаев Эндрик.
жоқ Энрике енді керек емес бізге. Энрике жоқ мысалы Тимощук келді ғой Аршавин келді ол кісілердің мінезі бірақ ол кісілері олармен жұмыс істеу олар даже чемпиондық ала алмады ғой келгенде. жоқ чемпиондық ала алмай ақ қойсын. Оразбақтин Сорокин кімдермен алып отыр? жоқ сен тыңдасай ол топ деңгейдегі ойыншы керек қой Қайратқа. Ерсін тыңдасай демей қайта берші. Чемпиондар лигасында нәтиже көрсететін мен кеспеймін, мен жүргізушімін. Командаға елеке екеуміздің әңгімеміз жарасады. Муринский Қасаболаттармен ел чемпионы болып отыр ғой мысалы. Сен үй түсірмей Жас жігіттер дегенім ғой. дұрыс айтасыз, сіздің де айтып жатқан жаныңыздың сөзі бар, бірақ енді қараңыз, жаныңыздың сөзі бар. сіздің айтып жатқан сөзіңіздің жаны бар, бірақ мысалға айтайық, ол кісілер жаңағы Аршавин келді, Жерард Гоу келді, Исаэль келді, Вагнер келді. Енді сол футболшылардың деңгейі өте жақсы сапада бұл, жоғарғыдан бұл. Бірақ енді оның пайдасы қазіргі өсіп келе жатқан Дастан, қазіргі өсіп келе жатқан Азамат, қазіргі өсіп келе жатқан Олжас Байбек, Қасаболат, Байбек, Мұрынский, бәрін айта берсек, олардың осы сол ойыншыларды жақын көріп жүріп, солардың жайында алған тәжірибесі, міне, соның нәтижесі осы деп ойлаймын. Негізі Делафуэнтеге ұқсайды ғой. Жоқ, мен ойым түсінбедіңдер сендер. Плей-оффқа шығу керек деп жатсыздар. Бірақ мен айтып жатқаным плей-оффқа шығу үшін тағы бюджет қосу керек. Жігіттер, мен сендерге айтайыншы, Қайрат немесе Қазақстанның кез келген чемпионы алдағы 5 маусым қатарынан Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шығып, сол жақта бір 30-шы орынның төмен жүре берсе, бізден бақытты адам болмайды. Жақсы ғой? Жоқ, жақсы ғой енді, жақсы, жаман деп отқан жоқпын. Бірақ сен енді соны жақсы деп шектеліп қалмауымыз керек та біз. Дұрыс айтасыз. Біз айтайық та, топтық кезеңге шығып 24 команда кірейік деп айтайық та. Аузынамай соған жетейік сол. Енді сол 24 команданың ішіне шығу үшін сен Оразбақтиннің практикасымен, Оразбақтиннің білімімен шектеліп қалмау керекпіз деп жатырмын мен. Оразбақтин шығарсын топтық. Бірақ келер маусым қалу керек қой Оразбақтин. Жоқ, сен мысалы мына құрам енді чемпиондық құрам ғой, оларға бір қатты айтқым келмейді. Совсем уважением дейді ғой, бірақ мына құрам Еуропаның топ 24 командасына кіретін құрам емес. Бұл жерде бапкерде емес мәселе. Сен құрамды өзгерту керек. Енді сен тоқтасай. Сен Оразбақтинді алып таста деп отырсың да, ол сен хотя бы Юрген Клопты алып мен қашан алып таста деп сөз шықты ма менен? Жоқ, типа сондай немен айтып отырсың. Типа емес, сен бәлездеп қойған екенсің. Мен ондай вообще ештеңе айтқан жоқпын. Мен айтып жатырмын. Оразбақтин ол шығарамаса кетсін деп жатсың ғой, типа. Жоқ, тыңдасай. Енді Чемпиондар лигасының мысалы топтық кезеңде ертең қандай білмейміз ғой неше ұпай алатынын, иә. Чемпиондар лигасы келесі жылы Оразбақтин бетон шанс береді. Ойнасын, шығарса шанс емес, ол кәдімгідей абырой наоборот. Иә, жарайды, абырой болсын. Берілсін, Чемпиондар лигасында ойнасын. Ойнайды. Топтық кезеңге шығады, Қайрат сонымен шектеліп қала, мысалы топтық кезеңге шығады, ойнатады. Келесі жыл тағы сөйтіп. Бірақ Қайраттың академиясындағы балдар, Қайрат міне деңгейін өсіріп алды. Біз Чемпиондар лигасында 2-ші маусым қатарынан ойнаймыз. Бірақ мен айтып отырмын, мировой деңгейдегі мен айта берейінші, мировой деңгейдегі бапкердің тәжірибесін, оның айтқанын, оның білімін біздің футболшылар сіңіру керек қой деп жатырмын мен. Дастан Сәтбаев Челси кетсе, Анарбеков қалса да, Тұяқбаев ертең Қайратта қалса да, мен айтып жатырмын, жаңа деңгейге бапкермен де, ойыншымен де қалпыну керек деп жатырмын мен. Ол Оразбақтин 3 жыл бола ма, 4 жыл бола ма? Алдағы планын айтып жатырмын. Дидар тоқ етері Оразбақтин кетсін деп жатқан жоқ. Оразбақтиннің деңгейі өссін дейді. Егер ол өсіп жатқан деңгейіне Оразбақтин жетпесе, онда басқа бапкер қарастыру керек деп Ерсін сөйтіп айттың ғой. Қайраттың просто академиясындағы балдар ойнап жатыр ғой. Соны енді біз Чемпиондар лигасына бір кіріп алдық қой, біз қазақстан соламыз ғой, бір кіріп алсақ шықпай қоямыз. Бір көрсетіп жіберсе үйреніп аламыз. Сондықтан да айтып жатырмын, Оразбақтин ол алдағы уақытта бапкер бола ма, ассистент бола ма, бізге Чемпиондар лигасында тәжірибесі бар, бұл турнирде құрамды ойната алатын, қарсыласты әбден білетін, Лиль, Брюгге, Брага, Копенгаген сияқты командаларды кәдімгі білетін бапкер бізге керек деп жатырмын. Жоқ, келіспеймін мен. Мақұл, жігіттер қояйық. Мысалы, мына осы кісі Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шығарды ма, значит, ол сояқты бапкер болу керек. Ол өзі сөйтіп тәжірибе жинайды. Оларда мысалы француздар, немістер, испандар, олар да сөйтіп командасын сондай деңгейге алып келіп сөйтіп көтеріліп жүр ғой. Неге біз сонда қазақстандық бапкер, ол бәрі біз андай көзқараста сен сразу типа ол деңгей. Сен біз төмен ойлайсың да, мысалы, жарайды, Оразбақтин жыл сайын шығара берді деші, команданы шығара берсін.
мысалға сен қай жерге дейін күтесің оларды соңғы орын ала берген жыл сайын күтіп отырасың ба мысалы алды деші ол көбінесе бапкерге ғана байланысты емес ол тағы ойыншылардың сапасына байланысты ойыншылардың сен мысалы қазақстандық футболшылар енді қазір сондай деңгейге жеттік деп жатыр УЕФА чемпиондар лигасын жалпы кезеңіне өте алатын деңгейге бірақ ары қарай плей-оффқа өту үшін бізге басқа деңгейдегі легионерлер керек тек легионер бапкер керек емес керек емес деп ойлаймын Оразбақтың керемет жұмыс істеп жүр ғой қазір оның қол астында керемет деңгейдегі футболшылар болса может ондай неге сендер қайтадан андай бір қиял болашақты дауласып кеттіңдер егер Қайрат алдағы 10 жыл чемпиондар лигасына жылда шығып тұрса және плей-оффқа 10 жыл шықпаса рахмет Қайратқа иә шүкір дейміз ол бірақ шүкір деп жүре бермейміз да просто Оразбақтен тарихи бапкер болып тұр ғой Қайрат иә просто потолок қойып тастады да қазір Қайратпен сондықтан оған өші сынайды ол былай істеді ғой не істеп жүрсіңдер талай жыл бапкер болып егер мен жұмысымды осы 2 жылда істей алмасаңдар деген негізі астар жатыр ғой ар жағында былайша айтсаң енді алдағы уақытта Қайратты тағы да топтық кезеңге шығарса мен Оразбақтың ешқандай претензия айтып отқан жоқ жақсы шығарсыншы мен айтып отырмын Қайрат пен Астана ойынын қорытындылайық 1-1 есебімен аяқталды Қайрат чемпион атанды келер маусымда қайтадан УЕФА чемпиондар лигасын ойнайды және алда әлі осы маусымның матчтары бар ол жақта ойындардан кейін біз әлбетте жиналып талқылаймыз. Қазір қорытынды айтып отқан кезде мен бір нәрсені мына жаққа жазып қойыппын. Негізі Қайраттың осы нәтижеге жеткізген бір себепкері ол көрермендер. Солай 23 мың адам ба қанша мың келді 24 мың адамда келіп қолдау көрсетті. Бірақ тағы да салыстыратын нәрсе Астана Ақтөбе ойынында тағы да аншлаг болды. Енді бұл не деп жатыр? Футболға деген махаббат көбейіп жатыр, көрермен көбейіп жатыр. Қайрат өзі де себепкер ғой оған. Чемпиондар лигасы жалпы кезеңге шықты да бум жасау жүрді. Біз де себепкерміз. Біз де бір себеп болып жатқан шығармыз, өйткені көрермендер де біліп жүр. Соның бір біздің көрермендерге осы камераларды қолдана отыра бәріне рахмет айтқым келіп отыр да. Біз де түйіндеп жатырық қой бұл. Мен туған күнмен құттықтайын деп отырмайсың. Осы сәтті пайдаланып. Жоқ, маған айтшы туған күнмен құттықта деп. Рахмет. Алматыда өтеді біле салайын. Астанада вообще өлмейді. Күле қуып жүреді. Қайрат 26 ойында кетіп баратқан сияқты. Екеуміз бірге айтамыз. Қайрат сендер кетсеңдер мен не істеймін жігіттер? Бәріміз бірге болайық, ол не қуып жібереді деген әңгіме. Біріктіре алмай қазақ журналистерін біріктіре алмай өлетін болдық қой. Бір жаққа кеткіш екенсіңдер дейік. Бірге болайық бәріміз. Керісінше кеткендер қайтару үшін еңбек етіп жүрміз мына жақта. Бәріміз істеп жүрміз. Айтпақшыдай, Соққы лайф YouTube арнасында Ермұхамед Мәулен ағамызбен сұхбатымыз шығады. Түсірдік, монтаждалып жатыр. Сол жақта біраз нәрсе айтылайын деп тұр. Бүкіл мазалап жүрген сұраққа сол жақта жауап болады деген ойдамыз. Сондықтан Соққы лайф YouTube арнасына кіріп қойыңыздарды күте тұрыңыздар. Және Қайрат командасы. Мен өзім каналым жарнамалап отқан едім, шыдай алмай кетті. Ерсін ерік арнасында да тіркеліңдерші, Ерспорт деп аталады. Ерспорт деп аталады. Мысалы, Дидарды Қайраттың хейтері қылып жіберді. Просто Қайрат біздің футболды өзгертті негізі. Қайрат сөйтеді екен бұлар. Адамды кінәлі қылып жіберді екен. Қайрат біздің футболды өзгертті. Ана соңғы шығарылымда маған бүйтеді, популистік ой дейді да. Вообще популярный емес та менің ойымша. Наоборот. Негізі популярный. Мен Оразбақтың басымды игенім, ол Тұяқбаевты алаңға шығарған кезде мен болды дедім ғой. Жүрек деген, жүрек жұтқан адам екен дедім. Сол Тұяқбаевты үмітін ақтап беріп жасап отыр ғой пафос. Сондықтан да мысалы өткен маусымда да ондай болды ғой. Мысалы Олжас Байбекті шығарды, Ордабасыға ол маңызды голын соқты. Чемпионды әкелді. Сөйтіп чемпиондық жалпы. Айтпақшыдай сол Олжас Байбектің гол болмаса бәрі болмайтын бе иә? Иә, предпоследний турда болған ол. Предпоследний ма? Иә, предпоследний турда болды. Атырауға кім соқты? Олжас Байбек? Жоқ, Олжас Байбек емес. Ордабасы. Центр полядан қадақ Ордабасы. Иә, сөйтіп тағы бергенге сәлем айтты ғой. Біз қуандық қой. Ерсін. Сондықтан да өзгеріс жасады Қайрат. Иә. Қазақ қарадомалақ балдарын, академияның балдарын міне Еврокубокте де ойнады. Қазақстан чемпионатында міне Қайраттың составын қарасаңыз, біздің балалар жүреді. Сол бұл ертең академиясы салатын, жаңағы басқа клубтарға алтын сырға болды ғой қысқасы. Біздің балдармен, жастармен 18-19 жастағы балдармен чемпион болуға болады. Және Еврокубокте де абыроймен ойнауға болады. Өте дұрыс айтасың. Негізі біз бір ұзақ, бірақ бір дұрыс қадамдар жасап келе жатырмыз. Мысалы, Тобыл Интертото кубогын ұтты да Еуропада бір кішкентай болсын трофей алуға мүмкіндік бар екенін көрсетіп берді. Одан кейін Шахтер Еуропа лигасының топтық турниріне шықты да
біз Еурокубокта ойнай алатынымызды көрсетіп берді. Сосын Астана Чемпиондар Лигасында ойнауға мүмкіндік бар екенін және плей-оффқа шығуға жол ашылатынын көрсетіп берді. Енді Қайрат келді да легионерлердің арқасында емес, міне өзіміздің академиялық футболшылар. Шахтерді топтық кезеңге шыққанын айту керек. Қай жаққа? Шахтер Еурокубоктың айтты ғой. Айтты ма? Мен өзімде Андай ма, датавос ма? Жүзіп отырмын. Датавос ма деді ма? Жоқ, Астана Чемпиондар Лигасын айту керек десе. Бірде иіскеп отқан жоқ болды. Кумар детіп отқан. Енді Қайрат келесі кезеңді көрсетіп беріп отыр да. Енді тағы бір клубымыз Чемпиондар Лигасының плей-оффқа шығуға болатынын көрсетіп берсе, сөйтіп бір жаққа барып адам болып кететін шығармыз. Енді жігіттер, турнир кестесіне тоқталып кетейік. Чемпионат аяқталды. Маусымның біткені құтты болсын деп отырмыз. Біз үшін осы фонтим жігіттері үшін өте маңызды маусым болды. Себебі бәріміз осы маусымға бір тікелей қатысты болдық негізі. Бір сөзбен көп нәрсе өзгертіп жіберіп отырдық. Төрешінің шетелден келуіне мысалы себепкер болдық. Трансляцияның жақсаруына себепкер болдық. Ойыншылардың ойынына, бапкерлердің жұмысына бір титтей де болсын пайдамыз тиді деп ойлап отырмыз. Енді осы маусымның аяқталғаны бізге де құтты болсын деп айтқым келіп тұр. Көрерменге де көп рахмет қолдау көрсеткен. Қайрат чемпион, Астана 2-ші орын, 3-ші орын Тобыл. Үндемей жүріп, міне қола жүлдегер атанып, Еурокубокқа жолдама алды. 4-ші орын Елімай командасы. Иә, Елімайды құттықтаймыз. Шығыс Қазақстанда футбол тойы болып жатыр. Алтай премьер-лигаға келіп жатыр. Елімай Еурокубок өтіп жатыр. Сондықтан да Елімай үшін енді шын қуаныштымын. Карпович үшін қуаныштымын. Соңғы турларда енді шынымен адам танымайтындай өзгертіп жіберді, команданы қатарынан ұтылып жүреді, қатарынан жеңіс. Міне соңғы турда да Атырауға сәл қалды ғой, негізі ұпай жоғалтты. Шоу болды ғой, биг драма шоу, қаншама жанкүйерлердің алдында. Демек, бапкерді алып тастау керек деген кезде көнбей, Карповичке сенім артқан басшылықтікі дұрыс болып шықты ғой? Дұрыс болып шықты. Ал бірақ Елімайдың маусым алдындағы мақсаты қандай еді? Еурокубокқа кіру, иә, шамасы, чемпион деген енді білмеймін, мақсат болған шығар, бірақ былтыр да сондай болды мүмкіндік, чемпиондыққа таласу деген. Есіңізде? Елімай қазір өзінің анандай прям нақты, тұрақты бір қойылған жоспарымен келе жатқан сияқты. Бір лигадан бір лигаға шығу, ары қарай Еурокубокқа өту дегендей сөйтіп кәдімгі тұрақты планымен келе. Келесі жылы 3-ке кіру, одан кейін чемпион атану. Топ трансфер күтемін. Елімайдан енді Кенжебек туралы шықты ғой, басқа командаға ауысады деген. Кенжебекті қомақты сомаға Еуропада бір клубқа жіберсе, соның қаражатымен команданы жасақтаса, легионерлермен, онда Елімай негізі Еурокубокте ертең дебютант ретінде ойнайды ғой енді, құрылғаннан кейін. Менің ойымша біраз бізді қуантады деген ойдамын. Ақтөбе, бірақ 5-ші орын алып қалды. Ақтөбенің ішкі мәселелері өте көп, жанкүйерлерден ыңғайсыз негізі енді. Ол талай айтылды ғой, жанкүйерлерден обал деп. Бірақ шынымен де мынандай клубты 5-ші орында көру ауырлау болып тұр. Еурокубокта көрсек бір той болатын еді негізі. Енді 5 команда шығатын жағдайға жетейік онда. Данило, Неко дегендер есіңізде ғой. Иә, мен сөйтіп кетсем. Пиццелли. Сондай Ақтөбені сағындық қой негізі. Анау золотистый жазумен жазып алып, Хайруллиндар ойнаған кез. Иә, бірақ ол Ақтөбеде андай еді ғой. Қазақстанда туған футболшылар өте аз еді ғой. Солқын жылдар. Кез келген чемпиондық командада сол. Қайрат нәрсе өткен академиясы бар. Ондай нәрсе іздемейді, бірақ Ақтөбе бізде енді пентакампион топ болған, бірақ қазір енді өкінішті Ақтөбенің осындай Еурокубокқа өте алмай жатқанын көрген кезде. Биыл енді Еурокубокқа Ақтөбеде Ордабасы өте алмай қалды ғой. Иә. Қуандыңыз ба Ордабасы өте алмай қалған кезде? Мен негізі біреудің құлағанына, жеңілгеніне қуанбаймын. Сіз енді өзіңіз айтыңыз, Ордабасы ойнамай қойсын осы команда Еурокубокта деп айттыңыз ғой. Осы бай айтайыншы, Ордабасынан шыға алмай қалғанына Еурокубокқа қуанған жоқпын. Бірақ тура осы Қайрат Астана Тобыл Елімайдың Еурокубокқа шыққанына қуандым. Бола ма? Мысалы, ондай пікірлер әр маусым сайын өзгере береді. Мысалы, қаншама жыл осы Жоқ, бірақ Ордабасын Еурокубокқа келгенде мен ойым өзгермепті негізі. Иә, жоқ. Осы биыл анандай ой болды ғой сенде, мысалы, тек қана Астана шығып жүрсінші Еурокубокқа. Тек қана Астананың қасында Астана чемпиондықты ала берсінші, солар бізді жақсы. Мысалы, қазір Қайрат бірден чемпион болды да, ары қарай Чемпиондар лигасының несіне дейін жетіп алды да, мысалы, жалпы кезеңде. Ол нені білдіреді? Ол бәсекелестік күшейген кезде командалардың деңгейі де өседі. Сол бізге бәсекелестікті күшейту керек. Сол Елімай шықсын, Ордабасы, Ақтөбе келесі маусымда 16 команда, мысалы, керемет жаңа пентакампионы демекші. Ертіс қайта оралып отыр ғой премьер-лига. Ана жерде Каспий, Алтай,
келесі маусым просто Шахтер жетпей тұр осы АПЛ болайын деп. мен АПЛ болады дегенге де сенің қиын. Сен 16 командаға қаяқтан табасың игроктарды, мен соны таңғаламын. Табасың. Жоқ, табасың ғой, табасың деп айтса. Қайраттың академиясынан жыл сайын бір кемінде бір 15-20 Тараз аман болсын. Академия сонда сенің КПЛ деңгейі, бірінші лиганың деңгейі болып қалайын деп тұр ғой сонда. Мен соны түсінбеймін. 16 команда ғой. Әр команда легионерлер. Легионерге лимит болады. Қанша? Неше? 5 6 қабылданбады. Ол қабылданады ол ертең. Ел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Керек жоқ деп ойлаймын қазір. Бірақ АПЛ демекші Оны не бізде үшін 16 команда қыласың егер Қазақстан футболшылар ойнамаса онда? Қазір Он легионер ойнайды. Сөзін жігіттер сендер әртүрлі тақырыпқа спорт ете бермеңдерші, кішкене бір күшті екен Наксимен отырған. ол жақсы ғой, бірақ оны кейінде спорт ете Менде басылыр бір ғой. сұрақ құрсын. 16 команда ойнайды ғой. Иә. Соған біз 16 командаға футболшылар қайдан келеді деген сұрақ туындайды. Әр клубта 20 футболшы болады. 24, 27 сай. Жоқ, 20 футболшы болады енді. Жету үшін, бәріне жету үшін. Мен соны түсінбеймін. Қандай болады, ертең чемпионаттың деңгейі қандай болады. Иә. Қыстың қамын жазда ойла дейді ғой. Иә. Сол сияқты қазіргі таңда біз алды қарай кетіп бара жатқанымыз жақсы. Бірақ ол енді ол шынымен де иә. Иә, қазір Топ 6 команда бізде жиналды ма негізі? Big Six бар ма бізде? АПЛ-дағыдай. Жоқ. Қайрат, Астана, Тобыл, Елімай, Ақтөбе, Ордабасы. бар. Кім? Иә. Мен жеңіс Ордабасынан биігірек тұр, бірақ былай жалпы алған кезде Ордабасыны қосқым келіп тұр. Осындай топ 6 бар сияқты бізде. Бар. Иә, Ордабасын қосасың, өйткені енді Иә, табасады чемпион. бюджет бойынша қосасың. Енді қарадыңыз, келесі жыл мүлде басқа болып кетемейді, өйткені бізде спонсорлар пайда болады. Иә. Мен Атыраудан көп нәрсе күтемін келесі Сол жылы. нәрсені біз Ертістен көп нәрсе күтемін. Тұран чемпионаттан ұшып кетті, бір өзі кетті. Енді Тұранның стадионы ғана маған обал болып тұр. Бай жалпы ойбай Тұран ұшты деп қынжылып отқан жоқ. Тұранның стадионын Жетісайға бере салады ау. Тұранның стадионы және Тұранда жабылып жатыр ғой мұрда. Соны айтып отырмын да, мысалы нормально ойнап келеткен командаларға бере салыңдаршы лучше деп. Ал Алекең тыңдайық, Алекең. Иә, чемпионат осымен аяқталды. 4 команда белгілі, Тобыл кубокты алды және оған қоса сондықтан Елімайда жолдама алып отыр. Конференция лигасына Тұран ұшты, Атырау қалды. Ақтөбе 5, Жеңіс 6, Ордабасы 7, сосын Оқжетпес, Қызылжар, Ұлытау, Қайсар, Жетісу, Атырау. Осындай болып тұр турнир кестесі. Оны барлығын қорытындылап, тағы да бір видео біз арнаймыз. Оқжетпестің Ақмола облысының әкімі айтты ғой, Оқжетпес келесі жылы Еврокубокты ойнайды. Иә, және стадион соғылады деген уәде беріп отыр. Көрейік бұйырсын. Енді Қазақстан чемпионаты осымен тәмам. Эль Классико деген өтті. Реал Мадрид пен Барселона арасындағы матч. Ерсін Барселона жеңіске жетеді деген сияқты ойларым болып еді. Екі жақтан да қадалыпсың ғой, Ерсін классикадан да. Қадалып тұрғанда дұрыс сияқты ғой арасында. Иә. Барселона енді Левандовский, Рафиня, Ольмо деген жігіттер болмады ғой бүгінгі ойында. Бірақ маған оларсыз ақ ойын ұнады, матчтың алғашқы минутынан ойнады. Мен Рашфордтың бара-бара жанкүйері болып бара жатырмын негізі. Өте мықты сезініп жүр өзін Барселонада. Ол кейдерге тағы да пас берді гол соқты. Рашфорд пен Ямал жақсы бір тандем болатын сияқты. Мен ойбай Левандовский жоқ, Рафиня жоқ, онда жеңіледі деген пікірден аулақпын негізі. Сол Барселона бүгін біраз сенсация жасайды деп ойлағам. Сенсация болмайды ғой, ол жеңсе де. Бірақ сол тең нәтижеге дейін барып қалды ғой негізі. Реал жеп қойды ғой Барса. Иә. Бірінші таймын ғана көрмесе, екінші таймда көрсе ойын. Екінші таймда да Барса ештеңе істеген жоқ па мысалы? Гол соққан жоқ па не? Кім? Бірінші таймда жоқ, мен өзім жазған екен ғой, гол Месси деп. Сен арманда оттың ба сонда? Бірақ ол болған жоқ та. Мен өзім жазғам гол Месси деп, әзілдеп. Месси Майамидағы білесің. Иә. Айтқышы мынаған. Ұнады ма саған классика дейді? Маған өте қатты ұнады, өйткені бірден анандай неден басталды ғой, пенальти деді да, сосын жоқ, пенальти емес деді, сөйтіп классикода болатын накалды көрсетті бірінші минуттардан бастап. Сотограда деген. Бірақ мен ойладым, осыдан бастап өстіп шайып бастадым, ары қарай да сонымен кетеді, бірнеше қателіктер болады. Жалпы енді в целом классиконы төреші ешбір андай бұзған жоқ. Ойыншылар керемет, енді Реалдың дайындығын айтсаңдар, жігіттер оң қапталға Камавинганы қойып қойды. Мысалы біз Мастантоны шығама, Вальверде шығама ол жақта деп жүр едік. Жоқ, алтта Камавинганы бірден қойып қойды, өйткені ортада кімге Арда Гюлер мен Чуамени екеуі керемет. Сосын Арда мен Джуд Беллингем екеуі қайтадан бірден шығып отырды бір состав. Сол негізі Реалдың фанаттарына ұнамайды ғой. Ұнамайды, бірақ осы ойында ол көрсетілді, негізі ойнауға болады. Бірақ Арда
30 минут керемет ойнап келе жатты, сосын анау гол жіберіп алғанда соның қатесі ғой. Иә, негізі Хави Алонсо білмеймін не екенін, бір основной составы жоқ па, білмеймін. Осылай ротацияны әлі күнге жасап жатыр. Сен Эль Классикоға да ротация жасап жатыр. Не деген сондай жұлдыздардың бәрін тығып үлгеру керек қой оған, мысалыша. Жоқ, сен не Атлетикодан қадалып жатсың да, сенде тұрақты бір құрам болу керек қой негізі. Енді мен бір араласып кетейін. Алонсо араласып кетейінші. Иә, бір кішкентай араласып тұрыңыздаршы. бар. Құпия деген кезде ол не? Егер де сіз шабуылшы болып 2 ойында 1 гол соқпасаңыз, сіз заменаға кетесіз. Түсініп отырсыз ба? Мбаппе болмасаңыз. Иә, мысалы сондай болып тұр. Если Мбаппе болмасаңыз. Енді келесі нәрсесі ол егер де сен бір ойында, 2 ойында 3 голды жіберсең, сен де онда неге қақпада тұрмауың мүмкінсің деген әңгімелер бар. Сол сияқты бұл тұрақты команда болмайды, өйткені ол кісінің өзінің футболға деген көзқарасы сондай. Кез келген ойынның алдында конкуренция. Винисиусты ауыстырып. Негізі Реалмен олай істеуге болмайды. Илеке. Енді онда Алонсо Реалда болмайды дейсің. Сен үйреніп қалғанда Карло Анчелотти әр ойынға сол бір 11 адамды шығарады да, әйтеуір сөйтіп, бірақ оның да минустары бар ғой, ол кейбіреулер жарақат алып қалады. Естіген нәрсені айтып жатырмын да. Мен оны нақты деп айта алмаймын, бірақ сіздің жаңағы сұрағыңызға сондай бір жауап бар сияқты. Просто Реал деген ол Реал, ол жерде футболшылардың деңгейі білесіздер. Ол жерде біреуін отырғызады, біреуін жатқызады. Мен соны білмеймін, түсінбеймін. Өйткені алдағы уақытты көреміз қандай нәтиже беретінін. Алонсо чемпион бола ма, Реалмен Лига чемпионовта қалай ойнайтынын. Бірақ бұнымен мен ойымша алысқа бармайды. Реалда тұрақты 11 ойыншы болу керек. Және сол 11 ойыншы қателеспейтіндей деңгейде ойнау керек. Көп қателеспейтіндей, өйтіп атауы анау орнын алып тастап, ана басқасына основа беріп қоятындай. Бірақ ойынына қателіктен. Сіз енді бұл жақта Байерді істеген нәрсесін алып келіп жатыр ғой, сіз мына жақта. Егер де сіз қорғаушысыз ба, сіз онда алдыда ойнап үйренуіңіз керек тоже. Түсініп отырсыз ба? Сіз универсальный игрок болу керексіз ғой. Сонда Хабиб дұрыс деп отырсыздар ғой. Жоқ, енді мен дұрыс деп жатқан жоқпын. Просто ол заманауи талаптар сондай болып тұр ғой. Сұранысы сондай да. Егер сіз ондай нәрсе істемесеңіз, онда сіз біздің команда болмайсыз деген сияқты сондай нәрсе. Заманауи талап айта саласың деп. Заман деген. Жоқ, былтыр да сондай. Современный. Жоқ, ерсін Дидар, заман өзгерді ма, адам өзгерді ма? Талап өзгерді. Любой тақырыпқа спорт ете бересіңдер ма деген ғой сендердің. Жоқ, заманауи деп айта саласың да. Мысалы 2 жыл бұрынғы заман бөлек, 2 жыл бүгінгі заман бөлек емес. Өйткені бөлек заманның бапкері болды да ол. Карло Анчелотти. Ол сол. Жоқ, мен Анчелоттимен салыстырып жатқан жоқпын мен. Жалпы мынау Реалдың осыған дейін тек Анчелотти болып келген жоқ қой. Зиданның кезінде де тұрақты болған команда. Сен мысалы таңдасаң қазір тұрақты міне Ардагүлер мысалы осы ойында шықты бірінші минуттан оған сенім білдірді, бірақ ол нәтижелі қателік жасады. Енді келесі ойында нәтижелі қателік? Енді қалай айтылады? Результативная ошибка. Иә. Келесі ойында мысалы Ардагүлердің орнына 2 опоркамен шығу керек па, чтобы Беллингем ойнасын, немесе Беллингемді отырғызып қойып Ардагүлерді шығару керек па қайтадан деген сияқты ғой. Өйткені Арда көбінесе шабуылға қосылып не істейтіні күшті, бірақ қорғаныста ойнай алмайды. Ол жақта екінші жартылай қорғаушы керек. Чуаминиден басқа мысалы. Сол Камавинга немесе Вальверде сойға тығылу керек та. Сол енді ойыншылардың бәрін әйтеуір бүйтіп сөйтіп не істейсің, оған сондай бірақ шешім бар. Мысалы кім өзін күшті көрсетеді, сол ойнау керек деген. Бұл басында Мастантуоны көрсетіп жүрді, Мастантуоны ойнады. Сосын Брайан Диас өзін көрсетіп қалды, оны жиі шығарып жүрді. Брайан Диасты жиі основаға шығарып жүрді ма? Шығып жүрді ғой. Қазірде де мысалы осы классикада да шықты осал құрамнан. Енді Барселона осал құрамнан жоқ, основадан деп жатыр. Основада ойнады Брайан Диас. Ювентуске қарсы шықты. Тұрақты түрде ойнады ма? 3-4 матч қатарынан? Жоқ, ойнаған. 3-4 матч қатарынан Мбаппеден басқа ешкім ойнаған жоқ деп отыр ғой. Сен сонымен спорт етіп жатсың ғой. Ешкім жоқ деп. Жарайды. Ереке, енді Барселонаны біз енді жаңа айтып жатсыз ғой, ойынның басында сәл ұтылыңқы бір позицияда болды. Не үшін? Флик ойын болған жоқ. Ратини емес, Рафини. Рафинияның жарақаты өкінішті. Сол сияқты нәрселерден Барселона сәл ұтылыңқы жағдайда болды. Иә, 2-1 есебімен ойын аяқталды. Реал Мадрид көш басында. Бұл ойынға қатысты соққыда біз талдаймыз. Ерсі арнасынан не шығады? Жоқ, мен талқыламаймын. Ол жақта көбірек осы ойынға Еуропада. Мен влог түсірдім ғой бүгін. Сонда жарман. Влог түсіру қиын екен негізі. Қиын ба? Бірінші түсірдің ба? Жоқ, түсіргенмін осыған дейін, бірақ қиын влог түсіру. Қашан шығады ол? Шығып қойды, қазір шығады. Болды онда. Сақалыңызды өсіріп түсіріпсіз ғой? Иә. Сен просто влог қиын түсіру деп айтқың келді ма просто?
Міне көрдің ғой. Оны Әлімжан емес. көрдің ғой, міне. Влог түсірдім дегенге дауласып кетіп жатыр мынау. Мынау үйленсе қалай болады екен? Басы осы айтпақшы. содан ба Дауласуды жақсы көреді ана. Бетпақ таныстарың болса таныстырыңдаршы. мүмкін сол үшін үйленбей жүрген шығар, қайдан білесің. сол өйтіп не істеме ол дидарға тиім деген қаншама көрерменіміз бар Иә, личка. Ішінде қыздар- Иә дей салады мынау. Өзгере салады. арасында қыздар да бар деп па Иә, мен қазір мысалға, мен арасында қыздар. Жаңағы олжасты қайтарамыз. Мен қазір дала түн болып тұр десем, жоқ, қазір 2 сағатта таң атады деп дауласайын деп тұрмын. Жоқ, дауласпаймын, түн далада. дауласпайын деп дауласып жатса иә онда жігіттер осымен қорытындылайық шығарылымызды. Бұл Фонтим арнасы бізге қазір қолдау керек, сондықтан лайк басып комментарий жазып қойыңыздар. Бүкіл мәселелерді шешу үшін қазір біз әрекет етіп жатырмыз. Сосын дәл қазір қолдау отписка керек. бойкот дегендер қайттан оралыңдар, болды. Давайте. Мен үшін десе Иә. мен келдім ағайын десе Дидарды қуып жіберіпті деп қайттан подписываться етіп алыңдар десе. Иә, енді алдағы уақытта 4 көзіміз түгел жазамыз деген ойдамыз. Сіздер қандай құраммен не көргілеріңіз келеді, подкаст біз де сол құраммен жалғастырғымыз келеді. иә біз қазір мүлдем бөлініп кетсек одан ешкім пайда таппайды. Сондықтан Елеке көп рахмет, Ереке көп рахмет, Дидеке жақсы шығарылым болды. Тавасқа Рахмет тартысқа Мүкіс. көп рахмет. Ухачистка бар ма? Атшы бір екі бар Tamam, болды. Бар екен. Использовал екен. бәрібір бушный бола береді. Беш. Сен дос деп жүрсің. Осымен шығарылымызды аяқтаймыз. Фонтим арнасы бүкіл қолдау көрсетіп жүрген көрерменге алғысымыз шексіз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.